Жұбайыма 7-20-25 бағдарламасы бойынша пәтер сатып алуды ұсындым. Әуелі ұқыледі, бірақ біз бірге ойландық. Бағдарлама сайтындағы онлайн калькуляторда Алматыдағы 12 миллион пәтерді максималды 25 жылға несиеге есептеп көрдік. Шамамен 2,5 миллиондай ақшаны бірден беру керек екен. Ал ай сайын банкке 68 мың теңге көлемінде төлеп отыру қажет болдым. Байқап көруге болады деп шештік. Біріншіден, пәтер сатып алу үшін бірден 12 миллион теңге тауып бере алмаймын. Бастапқы жарна үшін 2 миллион 400 мың теңге бар. Екіншіден, менің табысым несие үшін ай сайын 68 мыңнан төлеп тұруға жетеді. Қазір мен 110 мыңға пәтер жалдап тұрып жатырмын. Және ол ешқашан менікі болмайтын біреудің пәтері. Алайда мен ипотека алатын болсам, онда бірден өзімнің пәтерімде тұратын боламын. Әрі бөтен біреуге емес, өзімнің жеке меншігім үшін төлеймін. Дәл осы біздің көп табыс тауып, ұсақ түйекке аз шығындалуымызға мотивация болды. Онда мен несиені тезірек төлеймін, сәйкесінше үстіне аз қосылады. Бәрібірде өзіңнің пәтерінде тұрғанда басқаша ойлай бастайды екенсің.